Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айнұр. Менің каналыма қош келдіңіз. Мен сіздерге бүгін шоколадты пирог деп аталатын керемет пирогтың рецептін ұсынғым келіп отыр. Бұл пирог өте нәзік әрі жұмсақ болып жасалынады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші біз ыдысқа 5 жұмыртқа саламыз және оның үстіне қант қосып, жақсылап миксердің көмегімен араластырамыз. Миксердің жай жылдамдығынан бастап біртіндеп қоса отырып, біз жұмыртқалы масса шығаруымыз қажет. Бізде осындай міне жұмыртқалы масса шықты. Енді оның үстіне күнбағыс майын қосып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Мен араластырып болдым. Міне, енді біз құрғақ ингредиенттерді жеке қосамыз. Яғни олар алдымен бір-бірімен араластырамыз. Ұнға какао қопсытқышты жақсылап араластырып, біз жұмыртқамызға қосамыз. Бізде құрғақ ингредиенттер еліктен өткізілген болуы қажет. Араластырдық. Енді бізде жұмыртқаға қосамыз. Қосқан кезде сіздер бірден қосып жібермеңіздер. Бір-екі қасықтап салып қосасыздар. Ал егер бәрін қосып жіберсеңіздер, онда біздің жұмыртқамыз көтерілмей қалады. Міне көрдіңіздер ма, араластырып шықтық. Менде осындай масса шықты. Енді біз осындай пирогтың қалпына құямыз. Ал егерде сіздерде пирогтың осындай формасы болмаса, онда торт пісіретін формочкаларды алсаңыздар да болады. Енді жайлап барып құямыз, асықпай жақсылап құямыз. Барлығын бірдей құйып шығамыз. Міне мен құйып болдым. Енді шамамен 170-180 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Бетін әсемдеуге мен глазур пайдаланамын. Ол үшін біз кастрөлге сары май саламыз және оған шоколад қосып, екеуін бірге ерітеміз. Міне менде 30 минуттай өтті. Толықтай суыды. Біз оны қазір формасынан босатып, ағаш таяқшамен тексеретін боламыз. Осында таяқшамен тексерсеңіздер болады. Өте құрғақ болып шықты. Құрғақ болса, онда пісті деген сөз. Енді біз глазурды үстіне құямыз. Ол үшін кондитерлі қапшыққа, яғни мешокқа сіздер глазурды құясыздар да
кондитерлік қапшыққа міне мен құйдым глазурды. Енді оның бір бұрышын қайшымен кесеміз және біз пирогтың үстіне құятын боламыз. Осылай орадым, себебі біздің глазур ағып кетпеу үшін жақсылап орадым. Міне құйып болдым мен. Қандай керемет болып шықты, я. Қазір сізге ортасын көрсетейін кесіп. Өте жұмсақ болды, міне керемет болып шықты. Ең бастысы дәмді әрі нәзік болып шығады. Міне барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Менің арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.